Сәлем баршаңызға After Effects сүйер қауым. Бүгін біз екінші нөмірлі сабақта қарапайым анимацияны жасауды үйренеміз. Ол қарапайым анимация ауа райы болжамын жасау туралы болады. Ең бірінші бастайтынымыз After Effects бағдарламасы ашылғаннан кейін әрине бізге қажетті материалдарды импорттау. Файлдарды импорттауды бірінші жолмен жүзеге асыруға болады. Соның біреусі, яғни осы project бөлімінде осы бөлікті 2 рет басу арқылы біз қажет файлымызға барып, сол жерден материалдарды импорттай аламыз. Екінші әдіс файл бөлігіне барып, import файл батырмасын басу арқылы да импорттай аламыз. Үшінші әдіс бұл хоткейлер арқылы, жылдам батырмалардың қосындылары арқылы жүзеге асыруға болады. Ол Ctrl-I батырмасын басу арқылы біз бұны жүзеге асыра аламыз. Яғни бір айта кететін жайт, бұл жылдам батырмаларды көру үшін бізге мысалы импортты жаңа көру үшін файл импорт файл бөлімінде жәнінде жазып тұрады. Ctrl+I. Екінші жасайтын әрекетіміз бұл композиция құру. Композицияны да біз бірнеше жолмен құруға мүмкіндігіміз бар. Бірінші әрекет бұл осы төменгі бөлікте Create New Composition деген батырманы басу арқылы бұл терезеге өте аламыз. Екінші әдіс бұл берілген жаңа қажет фотомызды таңдап алып материалымызды. Оны сол батырманың үстіне апарамыз. Жіберген кезде композиция ашылады. Бірақ бұл композицияның жаңағы бірінші көрсеткен ашу әдісінің ерекшелігі біздің композиция осы берілген материалдың размеріндей болады. Яғни қазіргі размер суреттің өлшемі осындай болса, композицияның да өлшемі сондай болады. Бұған қатты дәлел, мысалы келесі файлды ашсақ, көріп тұрғандарыңыздай композицияның өлшемі өте кішкентай. Бізге бұл әдіс кей кезде қажет болады. Егер әрине біз композицияны өзіміздің суреттің или материалдың, болмаса видеоның өлшеміне сәйкес құру керек болса, бұл әдісті қолдануға болады. Бірақ әрине бұны кейін мына батырманы басу арқылы Composition Settings бөліміне өтіп, біз бұл композицияның атын, өлшемдерін өзгерте аламыз. Әзірге өшіре тұрайық композицияларды. Композицияны ашуды былай үйренейік. Бірінші композицияны бастық, Create New Composition деп. Сосын біз бірінші Composition name деп, бұл жерде біз композицияның атын береміз. Яғни ауа райы. Тағы бір қоса кететін жайт, композициялардың файлдардың аттарын латын әріптерімен белгілеу дұрыс болады, өйткені кейбір жағдайда Adobe бағдарламалар жиынтығы латын әріптерін жақсы оқиды, ал кириллицаны кей кезде оқымай қалуы мүмкін. Сол үшін латын әріптерімен белгілеген дұрыс. Екінші бөлікте бұл берілген presets дейді, яғни бұл жерде біз After Effects бағдарламасы бізге бірнеше алдын ала баптаулары дайындалған жиынтықтарды береді. Біз осыларды таңдай аламыз, немесе өзіміздің қалағанымызша жасай аламыз. Екінші бұл композицияның ұзындығы, одан кейінгі бұл ені композицияның. Бізге әзірге қажетті маңызды бөліктердің бірі бұл кадрлардың саны. Көбіне 25 кадрды қолданамыз. Бізге тиімді нұсқа осы 25 кадр. Әзірге 25 кадрмен жұмыс істеймін. Бұл жерде resolution дейді, берілген композицияның сапасы. Start time code дегеніміз бұл композиция қай уақыттан басталады, соның уақытысын беру. Duration дегеніміз бұл композицияның ұзындығы. Яғни бізде дәл осы уақытта бұл 1 минут. Бізге әрине 1 минут көп болады. Сол үшін біз бұны өзгерте аламыз. 15 секундқа дейін бізге жеткілікті. Бізде размерлерінде өзгерту 1920-1080 деген қазіргі Full HD форматы бізге ең қазіргі уақытта қажетті формат. Яғни осы композицияға ат берейік.
ауа райы деп окей батырмасын басамыз. Міне бізде композиция ашылды. Біз осы жерге енді ауа райында ең бірінші фоннан бастайық. Фон артқы суретті. Алдын ала дайындап болған суреттер бар. Соның бірі Қазақстан керемет табиғатының суреті. Осыны таймлайн шкаласына тінтуірдің сол жақ бөлігін басып отырып, уақыт шкаласына әкеліп тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай суретіміз композицияның бөлігіне орналасты. Яғни бізге осы аумақта шеттегі бос орындар аз болу үшін және көрсетілім терезесі үлкенірек болу үшін біз бұл бөлікті өлшемдері бойынша үлкейте аламыз. Көрініс бөлігін қандай да бір пайыздарға бөле аламыз. Мысалы 50%, 100%, 100% бізге көп болып кетеді. Сол үшін біз үшін оптималды вариант бұл фитап 100% дегенді белгілейміз. Келесі әрекет, біз осы берілген суреттің жан-жағын қарап отырсақ, қара бөліктер өте көп. Және біз бұл бөліктерді суретпен толтыру керекпіз. Ол үшін біз берілген мына суретті таңдаған суретіміздің өлшемін өзгерту керек. Оны қалай жүзеге асырамыз? Оны біз уақыт шкаласында берілген Қазақстан деген файлды біз осының размерін үлкейту қажетпіз. Бұл уақыт шкаласында бұл бөлікті біз қабаттар дейміз. Яғни ағылшын тілінде айтқанда layer дейді. Бұның бірнеше баптаулары бар. Соларға жеке-жеке қысқаша түрде тоқталып кетсек, ол баптауларды ашу үшін бізге мына біреу батырманы басамыз, ашу батырмасын. Қоса кететін кейбір қабаттардың өзіне тән бірнеше баптаулары болады. Мысалы, мәтіндік қабаттарда бөлек баптаулар, фигурал қабаттарда өзіне тән баптаулар болады. Өзіміздің суреттің мүмкін баптаулар бұл трансформ бөлігі. Тағы да ашамыз. Трансформ бөлігінде бізге қандай бөліктері бар? Ең бірінші anchor point дейді. Anchor point дегеніміз бұл зәкір нүктесі дейді. Бізде көріп тұрғанымыздай суреттің дәл ортасында, ең бастапқыда зәкір нүктесі ортасында тұрады. Біз бұл зәкір нүктесін өзіміздің қалағанымызша жылжыта аламыз. Бұл туралы айналдырған кезде, болмаса үлкейткен кезде сіздерге көрсетеміз. Екінші бұл position, яғни біз бұл бөлікте берілген суретті оңға, солға, жоғары, төмен жылжытуға мүмкіндігіміз бар. Ал position бөлігінде біз нақты мән беру үшін осы бөлік арқылы жылжытуға болады. Яғни 960 деп тұр біз. Солға қарай тартсақ, сурет солға, оңға жылжытуға болады. Және жоғары, төмен. Бізге оптималды вариант 960-та 540. Әзірге осы баптаулар болады. Келесі бұл scale. Яғни бізге ең қажеттісі қазір scale болып тұр. Яғни scale дегеніміз бұл өлшемін өзгертеміз. 100% болып тұр қазір. Оны біз кішірейте аламыз және де үлкейте аламыз. Бізге қажеті қазір үлкейту. Біз файлды үлкейтіп қара аумақтарды толтырамыз. Scale'дің мына бір бөлікте егер constraint proportion деп, бұл жерде егер өшіріп тастасақ, біз тек қана толық біз былай үлкейткен кезде қазір екі осьте үлкейіп жатыр, және x, y бөліктері. Егер бұл байланыстырушыны өшірсек, тек бір ось қана кішірейтіп үлкейте аламыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай біз суретті тек x осьмен ғана жылжытып жатырмыз. Өлшемін өзгертіп жатырмыз. Бізге бұл әзірге қажеті жоқ. Байланыстырушыны қайтадан қоямыз. Композицияны суретті қойдық. Rotation бұл айналдыру. Яғни біз суретті осы бөлікпен айналдыруға мүмкіндігіміз бар. Осы жерде айта кететін жаңа anchor point туралы айта кетсек, мысалы бізде зәкір нүктесі ортасына тұр. Біз ол зәкір нүктесін сәл суреттің сол жағына қарай жылжытып, егер енді біз үлкейту бөлігін қолданатын болсақ, бізде сурет басқаша үлкейіп жатыр. Жаңағыдай ортадан емес, мына берілген зәкір нүктесінен бастап үлкейіп жатыр. Яғни айналдыруда сол әрекет бойынша жұмыс істейді, сол принцип бойынша. Айналдырған кезде зәкір нүктесі мынау берілген нүктеден нүкте бойынша жұмыс жасап жатыр. Бізде зәкір нүктесін өзіміздің инструмент арқылы қоюға болады. Ол үшін біз жоғарғы бөлікте осы бір батырманы басып, зәкір нүктесін жылжытуға болады. Болмаса, автоматты түрде
сүреттің немесе композицияның дәл ортасын табу үшін Ctrl Alt Home батырмасын басамыз. Келесі бұл opacity, берілген суреттің көрінбеу пайызы. Яғни егер біз opacity'ді 100-ден төмен түсіретін болсақ, онда біздің суретіміздің көріну деңгейі азаяды. Мүлдем жоқ қылып жіберуге болады, 0-ден 100-ге дейінгі. Көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі осылай болады. Біз бәрін орнына қайтарайық, дәл ортасына қоюға тырысайық. Тағы бұл трансформ бөлігіне кірмей, біз бұл әрекеттерді нәтижені көрсету бөлігінде кішірейте аламыз және үлкейтіп жылжыта аламыз. Ол үшін біз мына шеткі белгілерді тарту арқылы жұмыс жасауға болады. Мысалы, осылай тартып кішірейтуге болады, былай кішірейтуге болады. Ал егер бізге осы пропорцияны сақтап жылжыту қажет болса, онда Shift батырмасын басу арқылы жылжытып, үлкейтіп кішірейте аламыз. Осы вариант оптималды. Егер айналдырғымыз келсе, жоғарғы бөлікте Rotation Tool деген бар. Көріп тұрғандарыңыздай жәнінде W белгісі тұр. Осы құралды алып айналдыруға мүмкіндігіміз бар. Бізге қазір жылжытуға мүмкіндік жоқ. Тек біз себебі айналдыру құралын таңдап отырмыз. Қайтадан жылжытуға мүмкіндік алу үшін біз курсор, яғни Selection Tool құралын таңдау керекпіз. Осы құрал арқылы біз оңға, солға, жоғары, төмен жылжыта аламыз. Және де барлық бағдарламадағыдай, After Effects бағдарламасында да жаңағы біздің Position, Scale, Rotation, Opacity бөлімдеріне арналған өзінің жылдам қол жеткізу батырмалары бар. Ол үшін бізге қазір бір әрекет жасап көрейік. Осы берілген суретке, яғни жақындау жасатып көрейік, жақындау анимациясын. Ол үшін бізге Scale, яғни аумақ бөлігі қажет. Ол үшін біз пернетақтадан Scale S әріпін басамыз, ағылшын тілін. Айта кететін тағы бір жайт, сіздер After Effects бағдарламасына жұмыс істеген кезде жылдам батырмалар жұмыс жасау үшін жүйе тілі міндетті түрде ағылшын тілі болу керек, себебі басқа тілде болсаңыз сіздің жылдам батырмаларыңыз жұмыс істемейді. Келесі біз кілттер туралы айтамыз, яғни әрбір бөліктер, Scale болсын, Position болсын, біз анимация жасай аламыз. Ол үшін біз кілттермен жұмыс жасауымыз керек. Ең бірінші кілтті қою үшін Scale бөлігінің қасында мынандай батырма бар, сол батырманы басамыз. Келесі біз анимациямыздың аралығы 5 секунд болсын дейміз, яғни 5 секундқа барып қойып, сол жерге тағы бір кілт қоямыз. Бізге жақындау анимациясы болу үшін біз соңғы кілтте біз картинканы үлкейтеміз. Осы өлшем жетеді деп ойлаймын. Тағы бір мүмкіндік, біз осы қабаттың қасиетінде кілттердің арасында батырмалар арқылы жылжи аламыз. Яғни алдың кілтке бару үшін батырманы басамыз. Егер біз анимацияны қоссақ, анимация пернетақтада пробел арқылы қосылады. Көріп тұрғандарыңыздай жақындау анимациясы жүріп жатыр. Бізге қайта мына қажет емес аумақты ойната бермес үшін бұл аумақты біз шектей аламыз. Көрсету аумағын кішірейту үшін осылай қысқарта аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осы уақыттың ішінде болып жатқан әрекетті анимацияны ғана көріп жатырмыз. Бұл әрекеттің де жылдам батырмасы бар. Егер сол жақтан кесу қажет болса, B батырмасын, ағылшын тіліндегі. Оң жақтан кесу қажет болса, N батырмасын басу арқылы уақыт аймағын, анимация көру аймағын қысқарта аламыз. Қайттан басына қайтарайық. Бұл жерде де компьютер жүйесіндегідей Ctrl-Z артқа қайтару мүмкіндігі бар. Болмаса Edit, Undo Time Change, осы жерді басу арқылы біз артқа қайтара аламыз. Redo арқылы біз керісінше аламыз, яғни тиісінше Ctrl-Z бұл. Артқа қайтару, Ctrl-Shift-Z. Қатты артқа қайтып кететін болсақ, мысалы бізге бұлай қажет жоқ. Сол үшін Ctrl-Shift-Z арқылы біз қайтадан алдыға қарай ораламыз. Біз фонды дайындадық, енді осының үстіне мәтін жазып, күнді импорттауға болады. Күнді біз бөлек композиция ретінде импорттаймыз. Ол үшін әкеліп, Composition батырмасының үстіне тастаймыз. Күн біздің өлшемдері бойынша композиция ашылды.
Біз бұл жерде күннің айналып тұруын жасайық. Ол үшін бізге қабаттың қасиеттерін ашып, трансформ қасиетін ашып, rotation бөлігін қолданамыз. Немесе ағылшын тілінде R батырмасын басу арқылы біз осы бөлікке өте аламыз. Rotation бөлігін таңдаймыз, кілт қоямыз. Бастапқы бөлікке жаңа көріп тұрғаныңыздай 5 секунд, бізге артығынан ала берейік 6 секунд қылып. Айналдырайық. Оңға қарай немесе солға қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне нақты 90 градусқа айналдырдық. Енді біз басына апарып пернетақтада пробелді басып жылжытатын болсақ, күн айналып тұр. Енді біз бұл алдыңғы композицияға өтеміз. Осы жерге күн композициясын көшіріп алып келеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, ауа райы композициясының дәл ортасына түсті. Ең бастапқыдан үйрене кететін нәрсе бұл папкалардың, яғни қалталардың иерархиясын үйрену қажетпіз. Ол үшін біз композицияны өзінше бөлек қалтаға, ал қажет файлдарды, ақпараттарды бөлек қалтаға салып үйрену керекпіз. Ол үшін біз берілген композицияны таңдаймыз, тартып алып келіп, мына жерде папканың иконкасы бар бөлікке тастауға болады. Немесе create a new folder дейміз, яғни қалта ашу. Осы бөлікке қалтаның атын жазамыз. Яғни comps композициялар қалтасы. Comps қалтасын аштық. Осыған композицияларды алып келіп тастаймыз. Яғни ашсақ, екі композиция осы қалтаның ішінде болады. Келесі осы екі суретті де қалтаға салайық. Ол үшін екеуін белгілейміз, яғни shift батырмасы арқылы екеуін белгілеуге болады. Болмаса control батырмасы арқылы екеуін таңдаймыз да қалтаға саламыз. Ол қалтаның атын in немесе материалдар деп атауға боламыз. Өзіміздің қалағанымызша, бірақ ең дұрысы аз және түсінікті, өздеріңізге түсінікті болуы тиіс кейінгі жұмыс жасағандарыңызда. Сол үшін мен көбіне in деп атаймын. Енді келесі фигуралық қабатты қосуды үйренейік. Ол үшін біз жоғарыдағы құралдар панелінен мына бөлікті басу арқылы біз тінтуірдің сол жағын ұзақ басып тұрсақ, онда бізге фигуралардың түрлері шығады. Осы жерден біз өзімізге қалаған фигураны таңдаймыз. Бізге қажетті бұл тіктөртбұрыш. Осы фигураны таңдаймыз. Уақыт шкаласына қабаттар белгіленген түрде қалмас үшін уақыт шкаласының кез келген бөлігінен бір рет басып, біз фигураны саламыз. Фигураны тінтуірдің сол жағымен басып салу мүмкіндігіміз бар. Осы жетеді деген ойдан. Көріп тұрғандарыңыздай тіктөртбұрыш салдық. Бірақ бұл тіктөртбұрыштың зәкір нүктесі мына жаққа шығып кетті. Бұл бізге тиімді емес. Сол үшін біз зәкір нүктесін жылжыту үшін құралдар панеліне барып, зәкір нүктесін таңдап, зәкір нүктесін жылжытамыз. Болмаса Ctrl-Alt-Home батырмасын басу арқылы осы фигураның дәл ортасына орналастырамыз. Келесі Selection tool'ды басамыз. Бізге жасыл түс мүлдем ұнамай тұр қазіргі уақытта. Себебі менің ойымша бұл фонмен сәйкес келіп тұрған жоқ. Сол үшін біз мүмкін көк түсті қолданып көрерміз. Ол үшін біз берілген фигураны таңдаған кезде жоғарыда тағы бір баптаулар шығады. Ол толтырылған түсін және сыртқы обводкасын, яғни строкты өзгертуге мүмкіндігіміз бар. Бізде қазіргі уақытта строк қажет жоқ. Біз тек қана толтырылу түсін өзгертеміз. Яғни фигураның түсін. Ол үшін фил бөлігіндегі түстің үстінен басамыз. Осы жерде біз түсті таңдаймыз. Бізге көкшіл түс қажет. Осы түс болады деген ойдамын. Таңдадық. Окей батырмасын басамыз. Яғни фигураны таңдаймыз. Фигураға ат берейік. Мысалы, әзірге 1 деген сан бере салсақ болады. Бірақ әрбір фигураны, әрбір композицияны өз атымен атағандарыңыз дұрыс. Себебі қазіргі уақытта біз материалдар аз болғандықтан шатасу деңгейі төмен. Сәда көп материалдар, көп композициялар болатын болса, онда әр атымен берілген нәрсені табу және жылжыту өте оңай болады. Біз дайындадық фигураны. Фигураның бізге толықтай жауып тұрғаны ұнамай тұр. Сол үшін біз бұның көріну деңгейін түсірейік. Ол үшін біз
сол берілген фигураның баптауларын өтеміз, трансформ бөлігін өтеміз, opacity-ді кішкене болса да түсірсек болады. Мысалы 50 шамасында, болмаса 60% шамасында. 60% шамасында. Болмаса бұл opacity-дің жылдам батырмасы бұл Т әрпі ағылшын тіліндегі. Opacity жылжытуға болады. Енді біз берілген күнімізді осы фигураның үстіне апарып қояйық. Кішірейтеміз кішкене. Бөлігін тартып, shift батырмасы арқылы кішірейтіп жатырмын. Болмаса трансформ бөлігінде scale бөлігіне барып кішірейтеміз. Position болмаса тарту арқылы, тінтуірдің сол жағымен басып тарту арқылы біз оны орнын өзгерте аламыз. Қарап отқанымызда күн біздің берілген фигураның артында қалып қалды. Оны біз алдына шығару үшін уақыт шкаласында күн композициясын алып, жоғарыға тінтуірдің көмегімен қоюға болады. Болмаса Ctrl орыс тіліндегі X және твердый знактың арқылы біз оның уақыт шкаласында орналасу ретін өзгерте аламыз. Керемет. Енді біз осы күн неше градус жылы екенін мәтінмен берейік. Ол үшін мәтін құралдар аймағынан мәтін құралын таңдаймыз. Қажетті аумаққа тінтуірдің сол жағымен басамыз. Осы жерге қанша градус екенін жазайық. Мысалы 20. Selection tool таңдаймыз құралдар панелінен. Себебі біз мәтіндік аумақта тұрған кезде біз оны жылжыта алмаймыз. Жылжыту үшін біз Selection tool'ды, яғни курсор таңдау қажетпіз. Сол арқылы біз мәтінді жылжытуға мүмкіндік аламыз. Тінтуір көмегімен бізге қазір қаріп ұнамай тұр. Сол себепті біз қаріпті өзгерту үшін сіздерден қаріп баптаулар болмауы мүмкін, терезелер осылай орналасуы мүмкін. Ол үшін біз Window бөліміне барып, Characters деген бөлікті басамыз. Бізде оң жақта пайда болды. Бұл жерде бізде көп қолданылатын барлықтарыңызға бар. Қаріпті таңдайық, яғни бұл Times New Roman. Қаріпті таңдадық. Біз қаріптің қалай жазылуын, яғни курсив, болмаса қалың курсив, кәдімгі Word-тағыдай өзгерте аламыз. Бізге regular барынша жетеді. Біз енді қатты үлкен болып кетті біздің сандарымыз. Оның размерін кішірейтеміз. Мына бөлікте жазылған санның өлшемдерін өзгертіп жатырмыз. Кішірейттік. Енді бізге градус белгісі керек. Ол үшін біз 0 санын немесе O әрпін жазамыз. Қазіргі уақытта O әрпін жазсақ болады. O әрпін жазып, белгілеп толықтай. Мына бөлікте дәрежеге шығару бөлігін басамыз. Ол жоғарыға шықты. Өлшемін кішірейтуге болады. 20 градус жылы деген мәтінді қойдық. Бұл жерде бізде ақ түс бізді толықтай сәйкес келіп тұр деп ойлаймыз. Егер сізге ақ түс ұнамаса, немесе өзгерткіңіз келсе, қаріптерді баптау бөлігінде fill color деген үстінен басып, бұл жерде қаріптің түсін өзгерте аламыз. Сізге ақ түс болмаса, ақ түс тұрса, ақ түс таңдаймыз. Енді қазір анимацияны жіберіп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай күн айналып тұр, жаңағы композиция және сандарды. Бізге бұл ақпараттың бірден көрсетілуі қажет емес болса, басында, яғни біз тек қана суретті көру қажет болып, анимацияны шығу жасайық. Ол үшін біз мына бөліктерді, яғни санды, күнді мынау фигураға тіркеп, біз фигураның анимациясын бөлек жасауымызға болады. Ол үшін тіркеу үшін, байлау үшін уақыт шкаласында белгі бар. Бұл белгіні таңдау арқылы біз берілген, мысалы, күнді фигураға, сосын берілген мәтінді фигураға байлаймыз. Біз егер қазір осыдан кейін фигурамызды жылжытатын болсақ, онда бізде мәтін мен күн байланған фигураға. Осылай қоямыз. Енді біз фигураның анимациясын жасайық. Бұны біз оңнан солға қарай шығатын қылып жасайық. Ол үшін біз Position бөлігіне барып кілт қоямыз. Бірнеше кадр өтеміз. Біз бұлай көзбен шамамен ала салсақ болады. Болмаса жылдам батырмалар арқылы жылжуға болады. Яғни Shift Page Down батырмасын басатын болсақ, онда біз 10 кадрға жылжимыз. Егер Ctrl оң жақ сол жақ бағыттаушыларға басатын болсақ, онда біз 1 кадрға жылжитын боламыз. Енді бізге қазіргі уақытта 20 кадрға жылжиық. Shift 20 кадрға жылжыдық. Кілтті қоямыз. Бірінші кілтке қайттан барамыз и Position'ды X осі бойынша жылжытайық.
Анимацияны жіберетін болсақ, біздің жасаған бөлігіміз, яғни фигурамыз күн және мәтінмен бірге бөлек оң жақтан сол жаққа шығып отыр. Енді біз берілген неміз сәл кешірек шығу үшін біз уақыт шкаласында қабаттардың шығу уақытын реттей аламыз. Ол үшін біз мынау берілген 3 қабатты сәл оң кадрға жылжытатын болсақ, онда бізде анимацияда кейінірек шығатын болады. Бірақ бізде қарап отырсақ, қазіргі уақытта басына қойсақ жеткілікті секілді. Бұл жасаған нәрсеміз екінші сабақ үшін жоғары нәтиже деп ойлаймын. Дәл осылай қарапайым анимациялар жасауға болады. Назарларыңыз үшін рахмет. Лүпіл басамыз, каналға жазыламыз. Сау, саламат болыңыздар.